карантин бағымызды ашты біздің поварлардың. Мен тамақ үйде дайындамаған мүлдем. Еңбек етсеңіз, миллионның ар жақ бер жағын жасайсыз бір айда. Дәмі бөлек болады да, менікі бөлек болып шығады да. Өйткені мен тамақтың бәрін махаббатпен жасаймын. Қазақтың етіне ештеңке жетпейді. Өлең айтсам рахаттанамын деп ше, мен тамақ істесем рахаттанамын. Мен Тоғызбаева Салтанат Асхатқызы, жасым 34-те, Тараз қаласының ең жас аспазшысымын. Мен тамақ үйде дайындамаған мүлдем. Айтса сенбейтін шығар да. Бірақ келін болып түскеннен кейін, адам басына түскен кезде барлығын жасауға, тем более жолдасыңа ұнау үшін барлығын пісіресің, дайындайсың, әзірлейсің, я. Таңға астан бастап кешкі асқа дейін барлығын пісіріп дайындағаннан кейін, осылай аспаз оқуына түсіп, разряд алып, қазіргі таңда осылай командам бар, Аллаға шүкір, сол командамен бірге той саласында қызмет жасаймыз. Әрине бола алады, егерде адамның желаниясы болса. Біз қандай да бір тірлік істейтін болсақ, біздің желаниямыз болса, барлығын жасауға болады. Өте көп, өте көп. Өйткені біз сондай бір кісінің аманатын алып, қызмет жасап жатқаннан кейін, біз өзімізді ұмытып кетіп жатамыз. Кейде кешкі сағат 7-8-де үйге қайтқанымда, таңғы асымды үйге барып ішкенде жолдасым айтады, сен тамақтың ортасынан аш келдің ғой, тамақтың ортасынан өзің келдің ғой деп. Өйткені біздің алдымызда аманат тұрғаннан кейін, сонда үлкен жауапкершілік тұрғаннан кейін, біз только соны дайындай береміз да. Өйткені біздің уақытымыз да жоқ біріншіден, екіншіден оны пока өзіміздің ойымыздан шықпай, біз өзімізді шетке қойып жатамыз. Ондай жағдай көп болады бізде. Мен өзім вообще связды бітіргем. Связды бітірдім, айтып отырмын ғой, жаңа тамақтан еш хабарым болған жоқ, осындай тамақ дайындаған жоқпын. Связы оператор бітірдім, Шымкент қаласында колледж бітірдім, одан кейін Алматыға теміржол саласына КУПС деген үлкен университет бар. Сол КУПСты жоғарғы оқуын оқыдым, бірақ өзім кейін таңдай келе осы аспазшы болып кеттім. Қазіргі таңда еңбек етсеңіз, миллионның ар жақ бер жағын жасайсыз бір айда. Шынына келген кезінде еңбек етсеңіз. Тек аспазшы бол. Өйткені қазір барлығы осындай мейрамханадан бөлек үйінде құдалық күтіп жатады, бесік той деп жатамыз, я. Сондай дастархандарды әдемі етіп күту үшін барлығы аспазшыға жүгінеді. Әрине жиі істеймін, өйткені үлкен қара шаңырақтың келінімін, қожа әулетінің келінімін, бір емес екі енемен тұрамын. Сондықтан ас істеу барлығы менің өзімнің міндетім. Ол үйде қазірде апамның жағдайын жасап, о жерге келген жайым бар. Көбінде мен өзім жасаймын. Өйткені ол кісілер жаңағы помощница повара деп келеді. Жаңағы дайындаған асымды ашып береді, турап береді, қайнатып, пісіруін жасап тұрады. Ал бірақ барлығын үйлесімін келтіру үшін өзім жасаймын. Өйткені жауапкершіліктің барлығы менде. Ең қымбат тағам білесіз ба? Шетелден акула әкеп жатсаңыз, ол қазақтың еті. Қазақтың етіне ештеңке жетпейді. Мен үшін ең жоғарғы дәрежеде ол біздің қазағымыздың еті. Ондай ешқашан болған емес, өйткені мен тамақтың бәрін махаббатпен жасаймын. 2,5 жыл болды. 2,5 жыл осы тек осындай выездной салада жұмыс істеп жатқаныма 2,5 жыл. Бірақ енді асханада жұмыс істеп жатқаныма үйде келін болып түскеннен бері 10 жыл қызмет жасап жүрмін. Ойлап тапқан әркімнің өзінің бір фирменный несі болады. Болады ол әрине. Сондықтан әр аспазшының оқуын оқып та біту мүмкін емес қой. Өйткені идея қаншалықты сізде болса,
соншақты сіз ас дайындай бересіз. Мысалы, мен үйде не бар, сонымен үйлестіріп жасай саламын. Ол тамақтың аты жоқ. Бірақ жаңағы өзім үйлестіріп, жаңағы не бар, соны қосып, соус қосып, араластырып, бұқтырып деген сияқты, қасына гарнир қосып жіберем деген сияқты. Солай ойдан шығара салатын тамақтар өте көп.